ал енді бісміллә деп пирогымызды дайындайық. Құрамына осы көрсетіліп тұрған заттарды саламын. Қазір қалай жасаймын, видеоның барысында көресіздер. Қанша грамм салғанымды мен видеоның төмен жағына жазып кететін боламын. Үй жағдайында еріп тұрған майымызбен тесто дайындап аламыз. Маймен жақсылап жегізіп аламыз. Осылай майдың бәрін ұнға араластырып аламыз, жақсылап жегізіп аламыз. Сөйтіп енді азғантай тұз саламыз, өз дәміне қарай. Бір жұмыртқа салып, 2 қасық, 3 қасық су құйып, сөйтіп жұмсақ қамыр жасайтын боламыз қазір. Аздап тұз саламыз. Бізге бір жұмыртқа шағу керек. Мен 350 грамм ұнға 160 грамм май салдым. Енді жұмсақ етіп қамыр жасаймыз. Осындай жұмсақ етіп дайындаймыз. Ішіндегі салмаларын жасаймын дегенше оны пакетке салып қойып аламыз. Холодильникке жібереміз, пакетке салып. Енді кезекте пирогымыздың ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Грудинканы, тауықтың жауырын етін майдалап тураймыз. Майдалап турап, бір 5 минут майда аздап қуырып аламыз. Осылай бәрін майдалап турап алдық. Енді где-то 5 минут майда қуырып аламыз, бәрін араластырып. Содан кейін жалғасын көрсетемін. Азғантай май қыздырып қойдым. Қазір енді қуырып, 5 минутқа қуырып алатын боламыз. Мәжеге анандай қойдақ келіп, сүртіп. Енді осыны қақпағын жауып, 5 минутқа қалдырамыз. Сырды төртіне өткізіп, дайындап қоямыз. Қазір салмасы піскеннен кейін дайындап көрсетемін. Окей, холодильникке шығардық. Осылай оқтауменен жайып жасап аламыз. Енді ішіне салмасын саламыз. Аздап сеу жүрейік.
20% сливкиден 100 грамм сливкиді құямыз. Ішіне сыр саламыз. 2 жұмыртқа шағамыз. Жақсылап вилкамен араластырамыз. Пирогымыздың үстіне құйып шығамыз. Енді пирогымызды 200 градус 30-35 минут қып пісіреміз. Мінекей көрермендерім, пирогымыз пісті. Шығарып көрейік. Бисмилла. Күшті болып шықты. Пісіріп көріңіздер. Өте дәмді болады.